Сәлем достар баршаңызға, сіздермен Айзада, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өрікті қыс мезгіліне сақтайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жуып тазаланған өріктерімізді сүйегінен ажыратуымыз қажет. Одан кейін алдын ала буланған банкімізге кесілген жағын төмен қаратып, үстінен қатты баспай, абайлап салып шығуымыз қажет. Менің бұл жол қолданған банкілерімнің мөлшері 1 литрлік, сіздер бұдан кішісін қолдансаңыздар да болады. Өріктің қатты піспеген, аздап қаттылау түрлері жақсы болады. Барлығын бірдей салып болғаннан кейін үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, қақпағын жауып, 10-15 минутқа қоямыз. 10-15 минут уақыт өткеннен кейін суымызды қайтадан бір ыдысқа құйып аламыз және сол суымызды газға қойып қайнатуымыз қажет. Суымыз қайнағанша банкаға қантымызды салып, үстінен қайнаған суымызды қайтадан құямыз. Алдын ала қайнатылған қақпақтарымызды жауып, аузын мықтылап бұрап, төмен қаратып, яғни төңкеріп, банкілерімізді жылы орап, әбден суығанша қойып қоятын боламыз. Мінекей біздің өріктерімізді консервациялау осымен аяқталды. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Бұл өріктерді сіздер түрлі пирогтарға, салаттарға қолданасыздар, ал қалған суын торттарға, пропиткаға қолдансаңыздар өте керемет дәмді болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеле кетіңіздер.